Сәлем достар, денсаулығыңызға пайдалы 5 кеңес. Мені жоғалтпас үшін лайк басып, каналыма тіркеліп, жаңа видеоларымды көру үшін қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Денсаулық баға жетпес асыл дүние. Оны заманауи қарбалас өмір ырғағында қалай сақтауға болады? Денсаулықты сақтауға және жақсы көңіл күйде болуға көмектесетін 5 кеңесті ұсынамыз. Бірінші, күніне бір жеміс жеу. Күз, қыс мерзімінің келуімен иммунды жүйеге ауыр күш түседі. Сол кезде тұмау секілді жағымсыздықтар орын алады. Иммунитеттің аурулардан қорғану мүмкіндігі қандай тамақ жегеніңізге тікелей қатысты. Дәрігерлер күніне кез келген бір жеміс жеуді ұсынады. Ол аурудың алдын алуға көмектеседі. Оларға алма, барлық цитрусты жемістер, құрма, киви және банан жатады. Екінші, жалбыз салынған шай ішу. Жалбыз тыныштандыратын құрал ретінде танымал. Ол күйзеліспен күреседі және ұйқы сапасына жағымды әсер етеді. Оны жиі қолдану ұсынылады. Осы қолданудың жиі тараған әдісі жалбыз қосылған шай демдеу. Жалбыз қосылған шай жүйке жүйені тыныштандырады және жылдам көңіл күйді көтереді. Оған қоса жалбыз шайының хош иісі мен жақсы дәмі бар. Жалбыз күш береді, шаршағанды басады және қатты уайымдасаңыз тыныштандырады. Үшінші, рационға лимонды қосу. Лимон С дәруменнің көзі. Сонымен қатар лимон метаболизмді жылдамдатып, артық салмақтан арылуға көмектеседі. Әдетте лимон суын таңертең және кешке аш қарынға ішеді. Коктейльдер мен шайларға қосады. Оған қоса цитрус антиоксидант болып табылатындықтан ол денсаулықты қатайтады. Рационыңызға айтарлықтай өзгеріс енгізудің қажеті жоқ. Ең оңай әдіс таңертең аш қарынға лимон мен бал қосылған жылы су ішу. Қалауыңызға қарай зімбір қосуға болады. Мұндай су жылдам оянуға және метаболизм процесін іске қосуға көмектеседі. Төртінші, күнде кешке айран ішу. Сүт немесе айран бағалы дәрумендер мен микроэлементтерге толы қоректі сүтті өнімдер. Олар ағзаға жағымды әсер береді. Рационыңызға бір стақан айран қосу арқылы ағзаны Д дәруменінің 25% және кальцийдің тәуліктік нормасының 30% толтырасыз. Соның арқасында сүйектер қатая түседі. Бұл әсіресе балаларға пайдалы. Олар белсенді өсетіндіктен сүйек тіні жылдам жаңарады. Сондықтан көбірек кальций керек. Сондай-ақ сүтті өнімдерді егде жастағы адамдар күнде ішу керек. Себебі сүтті өнімдер сүйек өзгерісі дамуын тоқтатады. Бесінші, күнде 2 литр су ішу. Су адамзаттың өмір сүруіне қажетті маңызды құраушы. Бұл сұйықтықтың құндылығы шексіз. Ағзаға судың жетіспеуі, нашар көңіл күй, бас ауруы, тез шаршау, әлсіздік, депрессия және ұйқы бұзылуына әкеледі. Сонымен қоса барлық ішкі органдардың жұмысы бұзылады және қан тамырлар қиналады. Күнде қажетті мөлшердегі су ішу инфаркт болу қаупін азайтуға ықпал етеді. Су артық салмақпен күресуге де көмектеседі. Ересек адамға күніне 2 литр су ұсынылады. Ал бала күніне 1 литрден аз емес су ішу керек. Қазақша каналдың дамуына үлес қосып, лайк басып, комментарий жазып, видеоның соңына дейін қарап, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет.